Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен мен Айдана. Бүгін біз сіздермен ең дәмді пигуди тамағын әзірлейтін боламыз. Бізге ең алдымен қамырын дайындап алу керек. Бізге жылы су, 400 мл жылы су керек. Және 2 қасық ашытқымыз. Дәміне қарай тұз бен қантымыз. Кейін 700 грамм ұнымыз қажет болады. Осылардың барлығын араластырып, ерігенше араластырамыз. 50 грамм сұйық майымызды құямыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Ұнымды салып, мен қолыммен илеймін. Қолымызбен бір келкі болғанша әдемілеп илейміз. Илеп болған қамырымызды бетін жауып, жылы жерге 30 минут уақытқа қойып қоямыз. Көтерілу керек болады қамырымыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Тура осындай болып шығу керек, жұмсақ болу керек, қатты болмау керек өте. Біз ішіндегі салмасын дайындаймыз. Салмасына мен сиыр етімен тартылған пиязымды және 200 грамм күріш қосамын. Екеуін пісіріп аламыз жақсылап. Мен фарш мен пиязымды қуырып аламын, қызартып. Және күрішімді суға салып пісіретін боламын. Күріштеріңіз бір-бірімен жабысып қалмас үшін кішкене сұйық май қоссаңыздар, күріштеріңіз бір-бірімен жабыспай әдемі болып пісетін болады. Міне біздің ішіндегі салмасы дайын болды. Күрішімізді салып, дәміне қарай тұзымыз бен қантымызды салып, жақсылап оны араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Көтеріліп әдемі болып тұр екен. Осы қамырымызды ыдысымыздан алып, оны екіге бөліп, оларды да 13 бөлікке бөліп шығамыз. Бір келкі етіп 13 бөлікке бөлуіміз керек болады. Одан артық та, одан көп те болып кетпесін. Тура 13 штук болсын. Өйткені бізде 700 грамм қамырымыздан 13 штук пигуди шығатын болады. Мен қамырын дайындап алдым. Енді осына қолымызбен әдемілеп сұйық маймен жайып, ішіне салмасын салып, осындай қылып косичка тәріздес қылып істейтін боламыз. Барлығын осындай бүгіп шығамын. Салмасына сіздер картоп немесе капуста қоссаңыздар, қуырып қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Тартылған еттің өзінде қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Мен күрішпен істеуді жөн көрдім. Тойымды болады өте. Дайын болған пигудимізді біз манты қазанымыздың астын жақсылап сұйық маймен майлап, пигудимізді сала береміз. Дәл осы уақытта біз астындағы суын қайнатып қоямыз отымызға. Асты орташа болу керек оттың. Майланмаған жағдайда манты қазандарыңызға пигудилеріңіз бір-бірімен жабысып қалуы әбден мүмкін. Және арақашықтықты да өте жақын қылмаңыздар, өйткені бұл қамыры піскен кезде көтеріледі. Сондықтан жақын болмау керек, аралары ашық болып тұру керек. Біздің суымыз қайнады. Енді пигудилерімізді үстіне қойып, тура 25 минутқа қоюларыңыз керек. 25 минуттан өте аз да, өте көп те болып кетпесін.
25 минуттан кейін, тура 25 минуттан кейін пвд-леріңіз үлкен болып көтеріліп пісетін болады. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналымызға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз әрдайым дәмді болсын.